Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ана тілі сабағын бастаймыз. Өткен тақырыпты еске түсіріп алайықшы. Ол үшін мына тапсырмаға назар аударайық. Берілген сөздерді буынға бөл, неше буынды сөз екенін айт. Ауыл, шана, қарлығаш. Қанекей балалар, өткен білімімізді еске түсіріп, берілген сөздердің неше буынды сөз екенін айтайық. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ауыл сөзі екі буынды сөз. Себебі бұл сөзде екі дауысты дыбыс бар, иә? Шана сөзі екі буынды сөз. Себебі бұл сөзде де екі дауысты дыбыс бар. Қарлығаш сөзі үш буынды сөз. Себебі қарлығаш сөзінде үш дауысты дыбыс бар. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, балалар, бүгін біз сендермен буын тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Оқулығымыздағы 21-ші сабақ буын тақырыбын ашып қоя қойыңдар. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Алматы метросы. Мен мәтінді оқиын, мұқият тыңдайық. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше. Ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі. Алматы ақшамы газетінен алынған үзінді. Балалар, сендерге мынандай тапсырма беріпті. Метро туралы дерек көздерден біліп ал. Балалар, мен сендерге метро туралы мынандай мәлімет дайындадым. Мұқият тыңдап алып, есімізге сақтайық. Метро қаладағы жолаушыларды тасымалдайтын көліктің түрі. Метро жолы жер астында, жер бетінде не жерден көтеріңкі салынады. Жерден көтеріңкі орналастырылатын метро өзен, темір жол, автожол, тағы басқа бөгеттердің үстінен өтеді. Метроның жер асты жолымен жүретін түрі көп тараған. Оның көлікке, жаяуларға кедергісі жоқ. Әрі қаланың қалыптасқан архитектуралық көрінісіне және жер асты коммуникацияларына нұқсан келтірмейді. Балалар, метроны көбінесе қаладағы көлік кептелісін азайту үшін салады екен. Келесі тапсырма, балалар, екінші жаттығу. Екінші жаттығуда өлеңді көшіріп жаз дейді. Алматыда мекенім, мұны мақтан етемін, метромен зуылдап, мектебіме жетемін. Авторы Әділғазы Қайырбек. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Өлеңді дәптерге көшіреміз. Одан кейін Алматы, метро, мекен сөздерінде неше буын бар екенін ауызша айтамыз. Жарайсыңдар, балалар. Өте дұрыс айттыңдар. Алматы сөзі үш буынды сөз екен. Метро сөзі екі буынды сөз. Мекен сөзі де екі буынды сөз. Балалар, келесі жаттығуға көшейік. Үшінші жаттығу. Буындардан сөз құра. Берілген буындардан, балалар, дәптерімізге сөз құрап жазайық. Ол үшін мұна жерде берілген суретке де назар аударайық. Жарайсыңдар, балалар. Өте дұрыс құрағансыңдар. Қане оқиық барлығымыз бірге. Кірпі, балық, аққу, торғай, күшік. Тамаша. Енді, балалар, өткен білімімізді қорытындылайық. Ол үшін берілген сөздердегі буын санын анықтап, үйшіктерге орналастыр дейді. Ата, жол, от, жаға, ара, таға, қой. Тапсырманы орындап болсақ, өздеріңді тексере қойыңдар. Бір буынды сөзге, балалар, жол, от, қой сөздері жатады екен. Себебі бұл сөздердің барлығында дауысты дыбысымыз біреу ғана. Енді екі буынды сөздерімізді қарайық.
Ата, жаға, ара, таға. Бұл сөздер екі буынды сөзге жатады екен. Себебі бұл сөздегі дауысты дыбыстар саны екеу екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа тамаша қатыстыңдар. Еңбектерің үшін сендерге көп рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңдар. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.